Ассалаумағалейкум, құрметті біздің көрермендер достар. Бүгін біздің видеомызда қалай қалай ақша табамыз, сол жайлы болмады. Яғни бұл тікелей атамекен деген немен ақша табамыз. Атамекен деген сайтпен. Бірақ бұл өте қомақты ақша. Бұл жерде яғни ақша таппаймыз, ақшаны яғни несімен аламыз. Қалай айтады, процентпен аламыз, бірақ процент болмайды, мүлдем болмайды. Процентсіз, яғни кредит алған секілді. Бірақ бұны тек қана жұмыссыздар алады. Тек қана жұмыссыздар ғана алады. Себебі бұл тек кәсіпкерлерге, яғни болашақ кәсіпкерлерді қолдау орталығы, яғни қолдау орталығы болып саналады. Бұл жерден бізде 500 мың теңгеден 3 миллион теңгеге дейін ақша беріледі. Бұны қалай аламыз, яғни бұл жайлы айтатын боламыз. Бұны атамекен бизнесте, яғни ең бизнес бастауыш жас бизнесмен осыны алады. Және олар егер осы наурыздың аяғына қарай оқу басталады. Апрельде басталады, құдай қаласа, сол апрельде басталады. Сол кезде бұл атамекен бизнеске наурыздың ортасынан бастап жазылып, сабақ өтесіздер 1 ай немесе 2 ай. 1 ай сабақ өтесіздер, 2-ші ай қорғайсыздар. Яғни бизнестеріңіз қорғайсыздар. Мысалы, магазин ашам, соған маған мысалы 1 миллион теңге керек, или 2 миллион теңге керек. Сол жайлы, мысалы, егер мал алып істейтін болсаңыздар да болады. Көптеген, егер сіздің неңізге қарай, әр планыңызға қарай жасалынады. Егер де сіздерге 1 миллион 2 миллион теңгеге мысалы мал алып, оны көбейтіп жасайтын болсаңыздар, осы атамекенге кірсеңіздер, пайызсыз ақша береді. Және егер де сіздер оқып диссертация қорғайсыздар, жаңағы бизнестеріңіз, пландарыңыз қорғайсыздар. Егер план сәтті шықса, сіздерге 1 айдың стипендиясын береді. Яғни 1 ай әшейін жатпайсыздар, стипендия алып оқып отырасыздар. Егер тек оны дұрыстап қорғап шықсаңыздар кейін. Дәл солай, егер және де мұны ақшасын қалай төлеймін? Ақшасын 6 айда бір төлесеңіз болады, немесе айма-ай өздеріңіз төлесеңіздер болады. Бірақ 6 айда бір обязательно төлейсіздер. Қазақша сөйлейік, қалай да болса 6 айда төлейсіздер. Бұл атамекен жайлы әр қалада әртүрлі. Мінекей, мысалы, бізде Қазақстан бойынша тегін звондау, осы номерлерге жазып, немесе WhatsApp-на жазып, немесе звондап істесеңіздер болады. Бұл жерде өте көп сатып алу, құжаттар, кеңселер, көп деген нелер. Сіздер обязательно оқисыздар бұны. Бұл оқымай ала алмайсыздар ақшаны. Жаңағыдей 500 мың теңгеден жоғары ала аласыздар. Бұл негіз көп деген нелерге жақсы, өте процентсіз. Егер де бұны толығырақ білгім келсе, жаңалегі мына номерлерге бойынша звондайсыз. Егер сіздер мысалы Астанада тұрсаңыздар, номер басқа, Алматыда тұрсаңыздар, номер басқа болады. Сондықтан да сразу өздеріңіздің региондарыңызға қарай кіресіздер, достар. Достар, бүгінгі видео осымен аяқталды. Қош сау болыңыздар. Видео ұнаса лайк басамыз, тіркелеміз, каналға жазыламыз, достар.